Сәлем достар, менің асиме қош келдіңіздер. Яғни біз бүгін үй жағдайында қысқа дайынды қияр жабатын боламыз. Яғни осылай қиярымызды алып, кемі 3-4 сағатқа суға салып қоямыз. Суға салып болғаннан кейін жақсылап жуып жабатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай мен қапақтардың барлығын булап жатырмын. Банкілерімді де булап алып жатырмын. Енді қиярымды жуып, шет-шеттерін кесіп алып тастадым. Осылай енді банк жабуға кірістім. Ең бірінші укропымызды осылай салып аламыз. Оның үстінен чесногымызды, оның үстіне лавровый листімізді, горохтарымызды, қызыл бұрышымызды, көк бұрыштарды салып, барлығын салып аламыз. Оның үстіне осылай қиярларымызды салып, банкіге жақсылап жасайтын боламыз. Достар, менің банкі жабу әдісім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, оң жақтағы қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қиярларымыздың барлығын банкімізге жайғастырып алдық. Енді оның үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, шамамен 1 сағатқа қойып қоямыз. Бізде қияр өте капризный болып келгендіктен қиярдың суын 2 рет ауыстыратын боламыз. Яғни 1 сағат толып біткеннен кейін төгіп, 2-ші рет тағы да суымызды құйып, тағы да қойып қоямыз. 3-ші рет барып суымызды құйып жабатын боламыз. Суымыздың 2-шісінде біз төгіп алдық. Енді біз жабу процесіне кірісеміз. Ол үшін бізге тұз, уксус және аспирин қажет. Міне 2 литр банкіге 2 қасық тұзымызды саламыз. Оның үстіне 2 дана аспиринімізді салып, оның үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Суымызды құйып болғаннан кейін үстіне уксусымыздан кішкене жарты қасық құямыз. Сөйтіп барып үстін осындай закревашканың көмегімен жауып тастайтын боламыз. Достар, міне мен бүгінгі қиярымды жауып болдым. Сіздер де тура осы әдіспен жауып көріңіздер. Өте кіртілдек болып, өте жақсы шығатын болады.